Мен Бекмолда Медина Нұржанқызы. Мен 5-ші сынып оқушысымын. Жоба тақырыбы: отбасы және сабақтастықтың мәні. Бұл жобаның мақсаты отбасының қоғамдағы рөлін және ұрпақтар сабақтастығының маңызын түсіндіру. Отбасы қоғамның ең маңызды бөлігі. Әр адам тәрбиені, әдептілікті, өмір сүру дағдыларын ең алдымен өз отбасынан үйренеді. Әке мен ана баланың алғашқы ұстазы. Иә, қарағым, дұрыс айтасың. Олар жақсы мен жаманды ажыратуды, адамгершілікті үйретеді. Сондай-ақ сен жақсы оқып жатырсың, қызым. Отбасы ұлттық құндылықтарды сақтайтын шаңырақ. Тіл, дәстүр, салт ұрпақтан ұрпаққа жалғасады. Бұл сабақтастық. Ата-әженің өнегесі тәрбие негізі. Үлкенді сыйлау парызымыз, кішіге қамқор болу міндетіміз. Иә, құлыным, дұрыс айтасың. Бүгін біз не үйренсек, ертең соны келесі ұрпаққа береміз. Міне, бұл ұрпақтар сабақтастығының мәні. Бұл менің Асқар Тау әкем мен аяулы анам. Ата-ана отбасының іргетасы. Олардың сыйластығы біздің бақытымыздың кепілі. Біздің отбасымызда кешкі ас кезінде бәріміз бірге отырып әңгімелесеміз. Демалыс күндері бірге серуендейміз. Бұл біздің отбасылық дәстүріміз. Отбасы барлық береке мен бақыттың бастауы. Ол махаббат пен сенімнің мекені. Үлкенді сыйлау парызымыз, кішіге қамқор болу міндетіміз. Тату болу бақытымыз. Отбасымыздың мақтанышы болайық. Менің ең үлкен байлығым менің отбасым. Себебі отбасы бар жерде ғана шынайы бақыт бар.